Саламатсыңар ма, балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Күндей жадырап, айдай арайлап, жылдың жолға қарап, күндей көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбаға сөйлеу. Сабақты бастамас бұрын әдеттегідей өткенді пысықтап, үйге берген есептерді тексеріп алайық. Үйге номері 8-ті тақтаға қойма, дәптерлеріңізді ашып, үйге берген тексеріп отырайық. Мен есепті оқып отырамын, ал сіздер сыныбым арқылы қаламдарыңызды алып белгілейік. Келісіп па? Жақсы. Олай болса, бастайық. 658 қосылған 374 тең болады 804. Дұрыс па? 217 қосылған 361 тең болады 578. 1000 азайтылған 65 тең болады 902. 456 азайтылған 381 тең 132. Дұрыс есеп. Менің ойымша сіздер барлықтарыңызды дұрыс оқисыңдар. Олай болса, оқулықты ашып, құндылық мақсаты қарапайым өлшеулер жүргізу, практикалық есептерді шешуге арналған құралдармен жұмыс жасай алу. Оқулықтың бірінші тапсырмасын ашып, оқып, бізде дескриптор мынандай есептерді шығарады және топтықта жұмыс орындау ережесін біледі. Бізде топтық жұмыс болғандықтан барлықтарымыз 3-3-тен, 4-4-тен топталып кесады. Есептің шартымен қансайық. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды? Қорап қажет болды екен? Өтеді. 3 қорап қажет болды. Машалла терайсыздар. Ал енді келесі шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-тен салды. Қанша қорап қажет болды және қанша монша керек. Өте жақсы. 18-ді 4-ке бөлем, 4-4-тен бөліп аламыз да. Неше моншақ қалады екен? Өте жақсы. 4 қорап қажет болып, 2 моншақ қалады екен. Тамаша. Ал енді осы есепті біз дұрыс есептедік па? Оны тексеруге болады. Оны қалай тексереміз? Оны тексеру үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосу қажет. Соңында біздің есебіміз дұрыс болғаны белгілі болады. Ал енді балалар, бір ереже, ол ережені есте сақтап алу керек. Ол қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс. Міне осы ережені есте сақтап қалыңдар. Балалар, түсінікті болды ма? Олай болса, келесі есепке назар аударайық. Келесі тапсырманы жақсылап тұрып мұқият тыңдап алайық. Есептің шарты. Әрбір балаға, яғни ағайды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөлу керек екен. Сонда олардың әрқайсысына неше жаңғақтан келеді екен? Ойланайық. Балалар бізде дескриптор есепті шығарады 1 балл, шешуін жазады 1 балл, жауабын табады 1 балл. Және көрейік. Қалай орындаймыз? Жарайсыздар. 10-ды бөлеміз 2-ге. Тамаша. Тең болады
Неше жаңғақтан екен? Өте жарайды. Ал енді келесі есеп. Әсі ағайынды төрт, үш балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ артып қалады? Есепті қалай орындаймыз? Бұл есептегі 10-ды бөлеміз 3-тен тең болады. 3-тен және қалдық қанша қалады? Өте жақсы. 1 қалдық қалады. Қалдық дегенді жазып деп қояйық. Жақтаны деп жазып қояйық. Ал енді осының дұрыс па, бұрыс па, бұл есепті біз тексеріп көрейік. Сабақтың барысында біз айтқан болатынбыз, тексеруге болады. Тексереміз. Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты не істейміз дедік? Қосамыз дедік. Ұмытпаңдар, қосамыз. Ал енді келесі ағайынды 4 балаға не істейді? 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек екен. Неше жаңғақтан келеді екен? Қаншасы артып қалады екен? Әне, бұл есепті қалай шығарамыз? Жарайсыңдар. 10-ды бөлеміз 4-ке тең болады. Қайсыда? Өтеді. 4-ке. Қайсы қалады екен? Жарайсыңдар. 2 қалдық қалады. Қалдық дегенді бүйтіп жазып қояйық. 2 қалды қалды қалады екен. Ал енді есепті тексеріп көрелік. Біз жаңа айттық, тексергенде қалай тексереміз дедік? Дұрыс айтасыңдар. Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты не істейміз дедік? Тамаша. Жарайсың. Түсінікті болды ма? Өте жақсы. Менің ойымша есептің барлығы сіздерге түсінікті болған сияқты. Солай ма? Қалдықпен есептеу деген түсінікті болды ма? Олайса келесі есепке назар аударайық. Келесі тапсырма. Және нөмір 8-ші тапсырма. Дәптеріңізді ашып, нөмір 8-ші тапсырма деп жазып қояйық. Ол тапсырмада не берген? Сонжық мынандай тапсырма беріпті. Амалдардың орындау ретін және есептеу. Ал енді алдымен амалдардың орындау ретін есімізге түсірейік. Әрбір есепте көбейту мен бөлуді бірінші орындаймыз. Есімізде сақтап қалайық. Ал енді мына бір есеп жақсылап тұрып, назар аударып қарайық. Әне, бірінші қайсыны орындаймыз? Өте жақсы. Бірінші біз бөлу амалын орындаймыз. Сонда бірінші 450-ді 5-ке бөліп аламыз. Екінші амалда 720-ны 90-ға бөліп аламыз. Сосын екеуінен шыққан мәнді не істейміз? Қосамыз. Әне, шешуін тапсырды. Ал енді, бір екінші есепке ше. Әне, ойланып көрейік. Міндетті түрде еске сақта, көбейту мен бөлу тұратын болса, онда біз бірінші көбейтуді не бөлуді орындаймыз. Біздің бұл есепте бөлу берілген екен. Сондықтан бірінші біз бөлуді орындаймыз. Екінші қайсыны орындаймыз? Әрине, азайтуды орындаймыз. Үшінші қайсыны орындаймыз? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді әрі қарай өздеріңіз орындай беріңіздер. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар, менің ойымша сіздер бұл есепті де дұрыс орындадыңдар деген ойдамын.
Олай болса, келесі есепке назар аударайық. Келесі есеп кім жылдам деп аталады. Яғни кім жылдам ойнайды. Бұл есепті кім жылдам орындайды екен? Орындағанда амалдардың орындалу ретін анықтау керек. Сонан соң өрнекті бастап жазып есептеу керек. Кәне, ал бастайық. Іске сәт кім жылдам орындайды екен? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сіздер барлықтарыңыздар дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Мына бір дискретивтерға назар аудардыңыздар ма? Амалдардың орындалу ретін анықтау керек, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептеу керек. Иә, дискрипторға назар аудардыңдар деген ойдамын. Жақсы, олай болса, балалар, есеп түсінікті болатын болса, сабақ түсінікті болатын болса, үйге тапсырма жазып алыңдар. Қане, үйге тапсырма, 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада қалдықпен бөлуді орындау керек және оны тексеру керек. Қалай тексеру керек екені түсінікті болды ғой деймін. Солай ма? Ал олай болса, үйде осыны есепті орындайсыздар. Сабақ аяқталды. Сабақта кім қалай түсінді? Яғни кері байланыс жасау керек. Данышпан нөкілер. Егер де өте жақсы түсіндім, сабақ бәрі жақсы болды дегендеріңіз жасыл тақия киген күні белгілейсіздер. Түсінбедім деген оқушылар болатын болса, қызыл тақия киген күні белгілейсіздер. Ал әлде болса түсінуім керек деген оқушы болатын болса, көк тақиялы күнді белгілейсіздер. Ал менің ойымша, барлықтарыңызға да түсінікті болса сияқты, барлықтарыңызда жасыл өкіні белгілейтін шығарсыздар деген үміттемін. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше дейін сау саламатта болыңыздар.